Сиқырлы дәннің хикаясы. Бірде шуақты күні кішкентай Мариям бақшада дәмді алма жеп отырды. Кенет ол алманың ішінен кіп-кішкентай, жылтыр қара дәнді тауып алды. Осындай титтей дәннен қалайша үлкен ағаш өседі, деп таң қалды Мариям. Мариям жүгіріп әжесіне барды. Әже, қараңызшы, осы кішкентай дән шынымен де үлкен ағаш бола ала ма? Деп сұрады ол. Әжесі жымиып, әрине, ботам. Егер оны жерге отырғызып, махаббатпен күтсең, ол керемет ағашқа айналады, деді. Мариям бірден іске кірісті. Ол өзінің кішкентай сары күрегін алып, бақшаның ең шуақты жерінен шұңқыр қазды. Сосын дәнді ақырын ғана жерге қойып, үстін жұмсақ топырақпен жапты. Енді саған су керек, деді Мариям. Ол өзінің көк түсті су құйғышын алып, дән егілген жерге ақырын су септі. Ол дәніне қайырлы түн, кішкентай дән, тезірек өс, деп сыбырлады. Күндер өтіп жатты. Мариям күнде келіп қарайды, бірақ жер бетінде ештеңе көрінбеді. Ол аздап мұңайып, Марал есімді мысығымен бірге топыраққа қарап отырды. Неге ол шықпай жатыр? Деп ойлады қыз. Бір күні таңертең Мариям бақшаға жүгіріп келсе, топырақ арасынан кіп-кішкентай жасыл өскін шығып тұр екен. Әл қалай? Ол оянды, деп айқайлады Мариям қуаныштан секіріп. Уақыт зымырап өтті. Жаңбыр жауып, күн шуағын төкті. Өскін бірте-бірте бой көтеріп, жапырақтары көбейді. Әжесі келіп, қарашы, Мариям, сенің еңбегің зая кетпеді, ол енді нағыз көшет болды, деді. Жылдар жылжып өтті. Мариям да өсті, оның ағашы да биіктеп кетті. Енді ол Мариямнан да биік, діңі жуан, бұтақтары жан-жаққа жайылған үлкен ағашқа айналды. Көктемде ағаш аппақ гүлдерге толды. Олар сондай хош иісті еді. Мариям мен Марал ағаштың көлеңкесінде отырып, гүлдердің арасында ұшып жүрген көбелектерді тамашалады. Күз келгенде ағашта үлкен қызыл алмалар пісті. Мариям ең үлкен алманы үзіп алып, әжесіне берді. Міне, әже, баяғы кішкентай дәннің сыйы, деді ол мақтанышпен. Титтей дәннен үлкен керемет туғанына ол енді еш таң қалмады.